Сәлем құрметті тыңдармандарым. Эссеге жаны құмар шығармашыл жандар. Бүгінгі видеода сіздерге эссені қалай бастап жазу керек екенін үйретемін. Алдымен эссенің құрылымын айта кетіп, жазу қадамдарына сосын тоқталғанды жөн көрдім. Эссе шығарма секілді кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерден тұрады. Эссеге жоспар жазылмайды. Кіріспе бөлім тақырыпты ашу сөйлемінен, өзектілік, тезис, қорытындылаушы сөйлемдерден тұрады. Эссе жазуда көпшіліктің жіберетін басты қателігі тақырыптан ауытқу. Эссенің тақырыбы ашылу үшін берілген тақырыпқа әбден назар аударамыз. Жұмысты бастамас бұрын 5 минуттай уақыт тақырыпқа арнаңыз. Әбден зерттеп алыңыз. Бұл тақырып менен не сұрап тұр деген сұрақты қойып, жауап іздеңіз. Менен сіздерге бір лайфхак болсын. Әдетте эссе тақырыбының сұрап тұрған мәселесі тақырыптың соңғы бөлігінде тұрады. Мына мысалға назар аударайық. Күй, киелі де қастерлі өнер тақырыбы берілді делік. Тақырыпты бірнеше рет қайталап оқып аламыз. Алдымен өзіміз үшін тақырыптағы кілт сөздерді тауып, астын сызамыз. Бұл бізге ой жүйелілігін сақтау үшін, эссе соңына дейін тақырыптан ауытқымай, бірізділікті сақтау үшін қажет болады. Кілт сөздеріміз күй, киелі, қастерлі, өнер. Қысқа тақырыптарда барлық сөздер кілт сөз болып келеді. Егер тақырып ұзақ болса, кілт сөзіміз де аз болады. Кілт сөздердің қай сөйлемдерде көрініс табу керегін алдағы сабақтарда тағы айтатын боламын. Оны менімен бірге жазу барысында үйренесіздер. Ендігі мәселе, қалай бастасақ қызықты, оқылымды эссе болады. Манағы лайфхакты қолданамыз. Яғни эссеміз тартымды болу үшін алдымен өнер сөзімен бастағанымыз дұрыс. Сосын барып күйдің құдіреттілігіне түсеміз. Егер бірден күй туралы ақпарат беріп бастасақ, эссенің ары қарай оқылу-оқылмауы белгісіз. Айтары бірден түсінікті болған соң, оқырманды тартпай қалады. Эссеңіздің алдыңғы тақырыпты ашу сөйлемдерінің магнит тәрізді оқырманды баурап алу қажетін естен шығармаңыз. Ендеше мен сіздерге эссеміздің алдыңғы тақырыпты ашу сөйлемін жазып көрсетемін. Тақырыпты ашу сөйлемі эссенің сөз санына байланысты жазылады. Егер эссе 250 сөзден тұрса, 2-3 сөйлем жазамыз. Ал одан көп болса, сөйлем санында көбейтеміз. Жоғарыда айтып өткенімдей, тақырыпты ашу сөйлемімді өнер сөзімен бастаймын. Жасымнан өнер атаулыға қатты тамсанамын. Соның ішінде күйдің құдіретін айтып жеткізу мүмкін емес. Міне мен өз эссемді осылай бастадым. Алдыңғы сөйлемде өзімнің өнерге деген көзқарасымды жалпы берсем, екінші сөйлемде тақырыпқа қарай ойыса түстім. Мен сіздерге тақырыпты ашу сөйлемін бастап жазу үшін ой шақыру, миға шабуыл сияқты қарапайым әдістерді қолдануды ұсынамын. Егер ойыңызға әдемі сөйлемдер келмей жатса, ой шақыру әдісін алып, түрлі сөйлемдерді жазып көріңіз. Ұнаған біреуін қолданатын боласыз. Енді мен сіздерге бірнеше тақырып ұсынғым келіп тұр. Менімен бірге бұл тақырыптың біреуін таңдап, тақырыпты ашу сөйлемін жазып көріңіздер. Жазған сөйлемдеріңізді пікірге жазып бөлісуге болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Тақырыптар қиын емес, жеңіл, оңай болып тұр. Бүгінгі берілген ақпаратым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Үліпіл басып тіркелуді ұмытпаңыздар.